Аяқта есік жаба салыңыздар. Армысыздар, құрметті көрермендер және бұқаралық ақпарат құралдарының коммуникациялар қызметі алаңынан тікелей көрсетілімді бастаймыз. Құрметті бақ өкілдері, бүгінгі баспасөз конференциясында Шымкент қаласы еңбекші ауданының 2024 жылдың 1 тоқсандағы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштер туралы сөз қозғайтын боламыз. Бүгінгі медиа алаңымыздың қонағы Есілбек Досбол Күздікбайұлы, еңбекші ауданының әкімі. Досбол Күздікбайұлы, қош келдіңіз. Сөз өзіңізге беріледі. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті бақ өкілдері, құрметті тікелей эфир қолданушылар. Жалпы еңбекші аудан бойынша қысқаша баяндап өтейін. Жалпы еңбекші ауданда 29 елді мекен мен тұрғын алаптардан орналасқан. Халық саны 228 мың, жеке тұрғын үй саны 37 мың, көпқуатты тұрғын үйлер саны 283, 728 көше, 3 саябақ пен гүлзар орналасқан. Негізгі халықтың шоғырланған аумақтарында инфрақұрылыммен қамтылған. Олар атап айтатын болсақ, ауыз сумен 97%-ға, электр жарығы 98,8%-ға, табиғи газ 97%-ға қамтылып отыр. Енді әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтейін. Ауыз су бойынша 2023 жылы 7 елді мекенге толық ауыз сулар, жаңа құрылыс аумақтарына ауыз су жаңа жүйелермен тартылып тұрғындарға пайдалануға берілді. Олардың Қарабастау, Жұлдыз, Қаратөбе, Жыланбұзған, Тоғыз, Айнатас елді мекендері. 2023 жыл қорытындысымен Есбежап пен Достық тұрғын алабында құрылыс жұмыстары аяқталған. Алайда осы жыл басынан бастап қазір арнайы су көзіне қосу жұмыстары, қазір абоненттеу дейміз ғой, абоненттеу жұмыстары осы Есбежап Достық тұрғын алабында бастап алды. Бізде оңтүстік жаңа құрылыс аумақтары, ол шалғай елді мекенде орналасқан 989 учаске бар. Бұл аумаққа да қазір жобалық смета құжаттама әзірлеу бойынша тиісті жұмыстары атқарылды. Электр жарығына келетін болсақ, 2022 жылы 9 елді мекенге жаңа жүйедегі бетон мен сеп кабель тарту бойынша тиісті жұмыстар атқарылып, тұрғындарға сапалы электр жарығы берілді. Ағымдағы жылы бізде Есбежап Достық тұрғын алаптарында да ескі жекеменшік жүйедегі желілер болған. Қазір бұл аумаққа да жобалық смета құжаттамасы әзірленіп, қазір мердігер мекеме анықталды. Қазір осы мердігер мекеме анықталып, тиісті жұмыстар алдағы уақытта атқаратын болады. Одан бөлек бізде оңтүстік жарық транзит мекемесі тарапынан да еңбек жоба аясында өздерінің жүйелердегі ескірген жүйесін жаңарту жұмыстары қолға алды олар. Жалпы 16-7 шақырым құрайтын және 9 трансформатор Қазақстанда ауыстырылды. Алдағы уақытта да 7 трансформатор мен 33-4 шақырым құрайтын желілерді жаңарту жоспарына енгізіліп отыр. Жалпы енді ИБС жобасы аясында оңтүстік жарықтың 2027-ге дейін ескірген жүйесін бәрін жаңартуға жоспарында бар. Енді табиғи газ келетін болсақ, жаңа айтқандай 97% құрап отыр. 2024 жылын біздегі 5 елді мекен Қазақстанда жобалық смета құжаттамасы әзірленіп, бір елді мекенге қазір Қаратөбе аумағында қаржысы қаралып мердігер мекеме анықталды. Қалған елді мекендегі оңтүстік Жұлдыз, Жыланбұзған, Жалын, Бадам екі тұрғын алаптарына қазір мемлекеттік сатып алу бойынша тиісті жұмыстар атқарылды. 2024 жылы жыл қорытындысымен 96,3%-ға, одан кейін 2025-26 жылы аудан 100%-ға жеткізу жоспарға енгізіліп отыр. Кар жүйесі Қазақстанда 41% құрап отыр. Бізде 2024 6 елді мекенге жобалық смета құжаттама әзірленіп, 2025-26 жылдарға осы елді мекенге кар жүйесін жүргізіп, жалпы 47%-ға жеткізу көзделіп отыр. Бізде ең өзекті мәселелердің бірі Жұлдыз тұрғын алабындағы 27 көпқуатты тұрғын үйлер болған бар. Сол тұрғын үйлерге кар жүйесі шешілмеген тұғын, ол Қазақстанда шешімін тауып, тұрғындар сапалы осы кар жүйесін пайдалануда. Арнайы асфальт қабаттар төселіп, тұрғындар пайдалана берді. Одан берік бізден ұлағат тұрғын алабына, бұрын Пақтоғыр деп кеткеніміз, бұл аумақта да Әлемстрой мекемесі кәріз тарту жұмыстарын жүргізген. Қазақстанда бұл жақта да бір кемшіліктері бар. Кәріз тартқан жерде отыру дейміз, тағы да асфальт бастан қалыпына келтіру жұмыстары бар. Оны арнайы біз тиісті мекемелер тарта отырып, заңды сотқа да беріп,
шарасын көрдік. Соттың шешімімен бұл мердігер мекеме қайта бастама ету дейміз, қалпына келтіру бойынша шешім бар. Қазіргі таңда тиісті жұмыстар атқаруда. Жол инфрақұрылымына келетін болсақ, жалпы 728 көше, 738 шақырым құрайды. Оның 535 шақырым асфальт қабаты, шағалтас 177 шақырым, 19 шақырым топырақ жолдар. Бізде шалғай елді мекенде орналасқан елді мекендегі бос учаскелік жерлер 19 шақырым құрайды. Бұл бойынша да асфальт қабаттарын төсеу бойынша жылдан жылға көңіл бөліп келе жатыр, жақсы. 2022 жыл 132 көшеге асфальт қабаттары төселген. 2023-те 73 көшеге, ағымдағы жылы 78 көшеге осы асфальт қабаттарын төсеу бойынша тиісті мемлекет сатып алу конкурстары Қазақстанда жүруде. Аяқ жол салу бойынша да Қазақстанда қолға алынды. Онда 3 шақырым құрайтын аяқ жолға қазір қаржысы қаралып, мердігер мекеме анықталды. Қазір бұл жұмыстарда бастау алды. Шағалтас төсеу бойынша да мердігер мекеме қазір күтілуде. Мекеме анықталғаннан кейін шалғай елді мекендегі топырақ жолдарға да шағалтас төсеу жұмыстары жүргізілетін болады. Атқарылып жатқан жұмыстар қазіргі таңда басталды. Сәтті ұрысында 12-ші микрорайонда, одан кейін Таукеқан бойында тозығы жеткен жерлерге асфальт қабаттары мен аяқ жолдар салынуда қазір. Көшелердің жарықтандыруына келетін болсақ, жалпы ауданда жаңа айтқанда 728 көшеміз бар. Енді оның 117 көшесі ғана жарықтандырылған бізде. Атап айтатын болса, 2022 жылы 22 көше, 2023 жылы 28 көше жарықтандырылған. Соның өзінде 117 көше бізде жарықтандырылған. Енді қала әкімінің тікелей қолдауымен Қазақстанда әр ауданға осы жарықтандыруға қаржысы қазір бөлінді. Енді атап айтатын болсақ, Еңбекші ауданда Қазақстанда 200 көшені жоспарлағанбыз. Қазір сметалық құжаттамасымен бірге мердігер мекеме қазір анықталды. 250-ге жуық көше қазір еніп отыр. Осы мердігер келісімге келдік. Осы ағымдағы жылы жыл соңымен 250 көшені жарықтандыратын боламыз. Қазақстанда жұмыстар басталып кетті болды да. Егін слайдан жұмыс басталып жатқан жұмыстар уже. Ирригация арықтарға келетін болсақ, жалпы ауданда осы су жиналатын, су кетпейтін жаңбыр жауған кезде ирригация арқылы бітеліп қалатын аумақтар анықталған. Біздің зерделеу жұмыстарының нәтижесінде 57 мекенжай анықталған. Оны кезең-кезеңге бөлдік. 2022 жылы 21 көшені, 2023-те 19 көшеге ирригация арықтары мен септик дейміз, және су сүңгітетін құрылғылар орнатып, тұрғындарын пайдалана берді. Ағымдағы жылы 8 көшеге де қазір қаржысы қаралды. Бұл енді біздегі жайлы орта басқармасы тарапынан осы ирригация арықтарды арғай салатын болады. Енді халыққа қатысатын бюджет жобасы аясы, ол өздеріңізге белгілі, бұл президенттің жобасы. Халықта да қазір 2021 жылдан бастап осы халық қатысатын бюджет жобасы аясында да халық өздерінің ұсыныстарын беріп отыр. Өздеріңізге белгілі, бұл жерде ауларын абаттандыру, аяқ жол салу, қоршау дейміз, осы тұрғындар өздеріне қажетті нәрсесін осы халық қатысатын бюджет жобасы аясында ұсыныстарын береді. Ол әшінің ұсыныстарын ғана беріп қоймай, сол ұсыныстарды арғай осы талапқа сәйкес болатын болса, 50 дауыстан кем болмау керек. Сол жерде тұрғылықты тұрғындар соны қолдау керек. Осы қолдағаннан кейін барып, біз арнайы сол жерге жобасын әзірлеп, тұрғындарға ұсыныстарын қабылдайтын боламыз. Қазіргі таңда 2023 жылы осы жоба аясында 29 жоба іске асып, тұрғындардың пайдалануына берілді. Ағымдағы жылда 42 жоба сәтті басталып, Қазақстанда жобалық құжаттамасы, қаржысы бәрі қаралды. Қазақстанда мемлекет сатып алу конкурстары өтуде. Осы мемлекет сатып алу қазір мердігер мекеме шыққаннан кейін осы 42 жоба бойынша да тұрғындардың өтініштері іске асатын болады. Бізде Қазақстанда 36 көпқабатты тұрғын үйдің ауласы абаттандырылмаған. Бұл да 2025-тің жобасына енгізіліп отыр. Жыл басында осы халық қатысатын бюджет жобасы аясында ашық конкурс болған. Тұрғындардың өтініштерінің бәрі түсті. Қазіргі таңда ұсыныс пікірлердің бәрі заң талаптарына сәйкес қаралуда. Келесі слайд. Мына жерде қазір биылғы атқарылатын жұмыстардың мекен-жайлары осы жерде қазір заман талаптарына сәйкес балалар алаңшасы салынатын болады. Спортқа да көңіл бөлуде. 2027 ашық спорт алаңшы қайта құрылған.
ағымдағы жылғы да 8 ашық спорт алаңшаларда қаржысы қаралды. Қазір мемлекет сатып алу конкурсы өтуде. Одан бөлек, жаңа баянып айтып кеткен Еңбекші ауданында 3 көлжары мен парктер бар, саябақтар. Бұл айтқанда бір аудан ол өте аз. Қазір қала басшысының қолдауымен 5 жерден қазір осы демалыс орындары соғылу бойынша мемлекеттік сатып алу конкурсы өтеді қазір. Қаржысы қаралды. Мынау мекен жайлары тұр. Уәлихан көшесі 215В, 217, 217А, Елшібек Батыр көшесінің бойында, 9 тұрғын алабында. Мұндай барлаушылар елді мекенінде. Осы 5 елді мекен қазірде мердігерге анықтау сатысында. Осы анықталғаннан кейін осы жерге де гүлзар соғылу бойынша да тиісті жұмыстар атқаратын боламыз. Қалған мекен жайларға қазірде ұсыныстары бар. Енді бір-екі жерде және мемлекеттік госактысы бар, басқа бар, оны мемлекетке қайтару бойынша тиісті жұмыстар атқарылды. Енді өздеріңізге белгілі, Кабиско деп кеткен жеріміз бар, Сайрамский мен Жібек жолының қиылысында. Бұл жерде енді жаяу жүріп көрсеңіздер, қанша жылдан бері жер, ол жердің бәрі ластанып кеткен еді. Былай айтқанда, қараусыз қалған еді, қанша уақыттан бері. Оны да мемлекетке жердің бәрін кәсіпкерлерге түсіндіру жұмыстарын жүргізу нәтижесінде бәрін қайтарды жерді. Осы жерге қазір демеушілер тарапынан қала әкімінің тікелей өзінің қолдауымен осы жерге қазір кішігірім гүлзар соғу жұмыстары басталып кетті. Өздеріңіз өтсеңіздер, бір көріп шықсаңыздар болады. Енді ұлағат жағынан айтқандай, жалпы бұл аумақтың балдары север деп кеткен, север-востоктың мектептеріне келеді, қанша жерден жаяу. Бізде осы өзекті мәселелердің бірі тұғын. Қазір ұлағат шағын ауданында жерлерді мемлекетке қайтарқызып, жайлы мектеп құрылысы басталып кетті. Осы мектепті де ағымдағы жылы тұрғындардың пайдалануына беруге жоспарға енгізіліп отыр. Одан да бөлек жаңа айтқан Қарабастау біздегі жаңа құрылыс аумағы, бізде ең үлкен жаңа құрылыс аумақ. Бұл аумаққа да осы жайлы мектептің екінші құрылысы бұл аумаққа да басталып отыр. Қазір жыл қорытындысымен тұрғындарға пайдалануға беруге жұмыс атқаратын боламыз. Келесі. Базар қақпа тұрғын алабы, Қаратөбе аумағы жағында. Бізде мәдениет үйі бар, Қаратөбе деген. Қанша жылдан бері өзекті болып, аварийный дейміз ғой, апатты жағдайда тұрған. Бұған да қазір таңда мердігер мекеме анықталды, қала басшысының өзі тікелей араласуымен. Бұл аумақта келесі айтып қой. Заман талапқа сәйкес, осы жыл қорытындысымен мәдениет үйі тұрғындарға тапсыруға жұмыс беретін болады. Одан бөлек Бадам өзені дейміз. Қанша жылдан бері Бадам өзенінде білесіз, қатты жаңбыр жауған кезде Бадам тасуы жан-жағындағы тұрғын үйлерге қауіптеді. Бұл аумаққа да қазір жан-жағын бетондау бойынша мердігер мекеме анықталды. Жыл басынан бері жағасын бетондау бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Осы Маятас пен Бадам өзені өтетін слайдта көрініп тұр. Алдындағы тұрғындардың кезінде соғылған ескі көпірі қауіпті болған. Бұнда да қала басшысының тікелей араласуымен қазір суретте көргеніңіздей заман талапқа сәйкес темірден осындай тұрғындардың жүретін көпірлері салынды. Енді жан-жағын абаттандыру ауа райына байланысты қыркүйек айына тапсырады деп жоспар енгізілді. Жан-жағына кішкене балдарға ойнайтын демалыс орнын істеп беруге демеушіміз уәде берді. Одан бөлек Қазығұрт аумағында Қазығұрт мәдениет үйі деген бар. Бұл да жекенің балансында болған. Қазір тікелей қала басшысы өзінің араласуымен бұл да мемлекетке тегін қайтарылды. Қазір мәдениет басқармасының балансында бұны енді қайта заман талапқа сәйкес абаттандыру бойынша алда уақытта жобалық смета құжаттамасын жасауға тиісті жұмыстар атқаратын боламыз. Қысқаша баяндамам осы. Арғай сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынмын. Көздікбайұлы, әріптестерінде сұрақ жауап кезегіне өтсек. Мархабат, Бақытжан Көпбаев ақпараттық агенттігі. Дәке, ассаламу алейкум. Дәке, мына соңғы өзіңізде көрсеткенде Маятаздағы көпір бойынша еді. Біз өткенде барып репортаж түсірдік, түсіргеннен кейін ертесіне оның астындағы сол жерде тұрғындар айтқан тұғын, жерге тереңдеп қазбады, мынау ағып кетеді деп. Сонымен асты ағып кетіп, көпір қайттан бұзылып еді. Сол жағдайы қазір қандай болып отыр? Бұзылды деп айтуға болмайды. Енді ажырадық, бір кішкене шеті. Оның бәрін сол жерде мердігер мекеме сол күні бір күн ішінде қайтып қалпына келтірді. Алда уақыттан су деңгейі төмендеген екен, қосымша алдын бетондау бойынша тиісті жұмыстар атқаратын болды. Қазір адамдар өтіп отыр.
түсінікті. Енді екінші сұрақ, осы өткен жылы өзіңіз бар, ол кездегі әкім Айтенов бәріміз бірге барып, Бадам 2 мен май атасының ортасында балық шаруашылықтарын түсірбек репортаж жасап. Мен қыста барып бір тексердім, көктемде бір тексердім, сол бос тұр. Олар неге жұмыс істемеді? Қай жерде? Жаңа Құлпынай, кейін балық шаруашылығын түсірбек қой. Темір жолдан өткесін, Сайрамнан келетін жолмен шамал жүргесін сол жағында. Қателеспесем, Құлпынайыңыз жұмыс істеп жатыр. Ол істеп жатыр. Істеп жатыр. Балықты анықтайтын ол негізінде. Қазір есімде жоқ қазір. Көз бояу болды ма деп жатырмын да, соны. Жоқ, анықтайды. Қыста әдейі барып тұрып тағы да көрдік. Құлпынайыңызды білем, ол қазір жұмыс істеп жатыр ол. Өнімдерін қазір саудаға шығарып жатыр. И соңғы сұрағым, өткен жылы өзіңізбен бірге сол әкім Айтеновтың кездесуінде 12-ші микрорайонда жаңа көрсеттіңіз ғой. Сол жерде бір репортаж түсірген едік, интервью берген едіңіз. 12-ші микрорайондағы 5 қабатты үй аварийный жағдайда дуал ажырап кетті деген. Сондықтан ішінде адамдары жаңа біз өліп қалуымыз мүмкін анау дегеннен кейін ішкі саясаттың сұрануымен адам өлім деп айтқаннан кейін біз репортаж көрсетпей қойып едік. Бірақ түсірдік. Сол кезде уәде беріп едіңіздер, ол іспен айналысамыз деп. Соның жағдайы қалай болып жатыр екен? Так, Уәлиханов 231-ші. Иә. Ол жерге арнайы қала басшысының өзі де барып көрді, тұрғындармен жолықты. Қазіргі таңда тұрғын үй басқармасы тарапынан жобалық сметалық құжаттамасы әзірлеу бойынша тиісті мерген мекеме анықталды. Қазір жобасы әзірленуде. Осы алдағы уақытта жобасы толық аяқталғаннан кейін қайта қалпына келтіру бойынша, жаңа сейсмик усиление дейміз ғой, жасау бойынша тиісті жұмыстар атқаратын болды. Ол үй апатты үй деп мойындалған жоқ па? Апатты деп тұр ол жерде қазір. Заключение қорытындысы бар. Қазір енді соған қаржы бөлдіру бойынша жобасы қазір әзірленуде. Соңғы тағы бір сұрақ қоя салайыншы. Соңғы сұрақ болса. Дәкең, сирек кездеседі. Рахмет, Дәке. Екі, енді бұл жаңа өзіміз түсірген репортаж емес, статистикадан алған. Стат управлениенің данные бойынша Шымкент қаласындағы еңбек кезінде зардап шеккендермен жұмыс істеп жатып, жаңа зардаптан өлген адамдардың 50% еңбекші ауданында болып жатыр екен. Бұл біріншісі. Екіншісі, осы биылғы 1-тоқсанға отчет тапсырып жатсыз ғой. 1-тоқсанда, мысалы айталық, кеше Абай ауданының әкімшілігіне бізде сұрап жатырмыз, оларда 17 миллиард теңге шетелден инвестиция кепті, а сізде 670 миллион екен. Неге олай? Бірінші сұрағыңыз еңбек инспекциясына бағытталған. Сондықтан жауап берсеңіз екінші сұраққа. Әр ауданның өзінің жобалаған инвестициясы бар. Біздің биылға пландаған жобамыз 50 миллиард. Қазіргі таңда сол 50 миллиард бойынша тиісті жұмыстар атқарып жатырмыз. Біздің пол дейміз, және арнайы жобамызда бәрі бар. Арнайы қажет болдымыз, оны да көрсетеміз. Не хат күйінде жауап алсақ болады ғой? Болады. Мен жалпы инвестиция емес, шетелдік инвестерлерді айтамын. Әртүрлі инвесторлар бар. Келесі әріптесімізге көшсек. Арай Есенбек, Күнге кезет ақпарат агенттігінен тұру міндетті ме отырып? Жоқ, айтамын. Бірінші сұрағым, инвестиция туралы сізге айтып қалды әріптесім. Соны талдап айтып бере аласыз ба? Жалпы инвестиция қай салаларға көптеп тартылып жатыр? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, сіз анау су көптеп жиналатын орындарды айттыңыз ғой, 57 дедіңіз ба, аудан бойынша 52 дедіңіз ба? Енді мен білем, еңбекшіде Елтай елді мекені бар, жылда сел болса су басатады жатады. Енді бұрын 1-2 үй бұзылып, сол судың салдарынан қайта демеушілердің есебіне салынып еді. Кейін биылда сол жерден қайта су өтті ғой. Жалпы сол жерде бір күрделі бір жоспар бар ма? Анау төбеден жоғарыдан келетін суды қалай да алып өту айналдырып, немесе сол жерден тұрғындарды көшіру деген сияқты бір жоспар жасадыңыздар ма? Түсінікті. Жауап бере берейін бе? Жаңа айтқандай, аудан көлемінде ол 50 миллиард көлемде. Ол ауданның жаңа кәсіпкерлері бар, орта шағын бизнес дейміз ғой, шағын бизнес қолдау бойынша біз сол 50 миллиардқа жұмыс жасап жатырмыз. Одан бөлек біздің ауданда білесіздер, өндірістік аудан. Жаңа индустриялық зонамыз бар. Енді кәсіпкерлік саласына жаңағы ақпараттар сол арқылы, бірақ біздегі жаңа бөлінген несі жобамыз 50 миллиард. Ол инвест жобасы аясында индустриялық зонамыз Жұлдыз, оңтүстік ордабасы дейміз, сол аумақтарда ол жоба бөлек. Сол жерге жеке кәсіпкерлерді шетелдік инвестицияларды сояққа тартып жатыр қазіргі таңда. Енді қанша инвестиция тартылғанын қажет болдыңыз, мен сізге қосымша ақпараттар беремін. Маған талдап, мысалы қай салаға, көбіне мысалы Шымкентте білем, білім саласына. Микрофон алсаңыз аға. Сондай талдап айтып бере аласыз ба деген мынау. Білім саласына немесе жаңағыдай денсаулық сақтау, жекеменшік емханалар салынып жатыр деген сияқты. Бұлай талдап бар ма сізде? Сондай ақпарат бере аласыз ба дегенім ғой.
дәл қазір қолымда жоқ, бірақ қажет десеңіз мен әрқайсысына берейін. Мысал ретінде жұлдыз индустриялық зонада арнайы керамика салатын заводтар шығып жатыр, қазір құрылып жатыр. Сол сияқты әрқайсысының саласы бар ішінде, бөлінген. Сізге қосымша ақпарат беретін болады. Толық қажет десеңіз ішінде бар. Тағы да сауалдарыңыз бар ма әріптестер? Елтайға ол бойынша көрдіңіздер, сол кезінде қатты таудан шыққан нөсер жауын тасты әкеліп үйлерге зақым келтірген. Олар енді өзіңізге белгілі, ол жерге көпірді қайта жөндеу жұмыстары жүргізді, асфальт төседі, ирригация арықтары салынып берді. Ағымдағы жылда көріп табиғаттың несі, тауға жақын көп сулар келді. Ол арнайы алдын алу нәтижесінде үйлерге ешқандай зақым келген жоқ. Арнайы біз қанша тазалағанмен таудың тасы бәрі келеді. Біз бақылауда оның бәрін 24 сағат десек те болады, төтенше басқармасы бар, жайлы орта бар, қала әкімде өзі тікелей ол жерде күнделікті бақылауда болады. Қазір енді арнайы жан-жағын бетондау бойынша да тапсырмада бар. Ол жерде мысалы үшін судың көлемі белгісіз, таудан келетіні, өзіңіз жақсы білесіз ғой. Бәлкім ол жерден тұрғындарды көшіру керек шығар, өйткені ол таудың бөктеріне прям қияға орналасып қалған ғой, үйлер көрдіңіз ғой. Бәлкім сондай бір үлкен күрделі жоспар жасау керек шығар деп жатқанмын да, мысалы үшін анау көпірді кейде шайып кетеді, өйткені судың көлемін бір құдайдан басқа ешкім білмейді қалай келетінін да. Сондықтан да сондай бір жоспар бар ма, ана жерден бәлкім ауылдың жаңағыдай тура сол су өтетін жерден үйлерді көшіру керек шығар, бәлкім бала жақта деген секілді. Ондай бір қарастырып жатқан жоспар ма? Жоқ, арнайы қазір жан-жағын бетондау бойынша шешім бар қазір. Ешетіне үйлерді шайып кетпеу үшін. Қазір уақытша біз бетондарды қойдық. Алдын ала жаңағыдай тазалау дейміз ғой, каналдың ішінен шағал тастарды жинап қойған, тастарын бәрін біз тазалап шықтық. Бетондаумен мәселе түбегейлі шешіле ма? Мамандар солай айтып жатыр ма? Мамандар қазір сонымен оны істемесек тағы да болмайды. Келесі әріптесімізге көшсек, Бақытжан Көпбаев ақпараттық агенттігі, Бағила Шынбергенова. Саламатсыздар, әріптестер, саламатсыз. Елдос мырза. Менің сұрағым мынау, Айна базардың айналасында Аймауытова және Маметова көшесі. Маметова көшесінің Аймауытовамен қиылысқан жерінде автотұрақ машиналар қойып тастаған себебінен тұрғындарға жаңағы шақырған скорый, болмаса жаңағы жедел жәрдем және өрт сөндіру машиналары кіре алмайды. Сосын сол жерде тұрғындар бізден барып көрдік. Арнайы кішігірім каналдар бар. Және Маметова көшесі ары қарай өтпейді. Бөгет қойып тастаған. Тұрғындар қойған, или білмеймін. Қалай шешуге болады? Ол тұрғындардың өздері шақырап, өздері жасайды. Неге оған әкімшілік тарапынан арнайы әдемі, ол жерде тротуар да жоқ, байқап көрсек, өзіңіз барып арнайы көрсеңіз болады. Бізді шақыртқан тұрғындар, енді ол жерде кәсіпкерлерге шағым келтіріп жатыр. Келген базарға келген жолаушылар барлығы қойып тастайды, знак, ешнәрсені байқамадық. Сол мәселе бойынша. Енді жауап берейін. Ол енді қазір Айна базарының аумағы Әл-Фараби ауданының территориясында, бірақ енді әріптестерімізде айналысқан жұмыстардың хабарымыз бар. Жан-жағына автотұрақтарды қазір заң талаптарына сәйкес транспорт басқармасы мен әкімшілік полиция тарапынан заман талаптарына сәйкес өзінің жолақтарын сыздырып қойып отыр. Знак дейміз, жол белгілерін. Одан бөлек Маметовадағы жол кедергісін оны анықтап қосымша айтайық, оны әріптестеріне жеткізейік. Бетонды не үшін қойғаны бойынша. Ал арнайы автотұрақтарға қазір әкімшілік полициямен бірге әріптестеріміз қазір қарап отыр. Әріптестер, сауалдарыңыз бар ма? Енді әлеуметтік желден келіп түскен сауалдар бар екен, Досбол Күздікбайұлы. Тоқталы кетейін, рұқсат болса. Еңбекші ауданы Попова көшесі жақтағы ескі ғимарат бар екен, жағдайы мәз емес дейді, құлайын деп тұр. Бұл жерге балалар көбінесе ойнауға келеді екен, осы балаларға қауіпті емес пе, бұл ғимаратты сүріп тастауға немесе күрделі жөндеуден өткізіле ме дейді. Осыған жауап бере кетсеңіз. Попова нақты қай жерге? Попова көшесі. Ескі ғимарат. Түсінтім. Ана не ма? Жарин Реба деген несінің жанындағы ғой. Не? Бұл бойынша бұл Түркістан облысының денсаулық сақтау саласына қатысты, солардың балансында ғимарат. Біз енді ол қауіпті жарылу пайда болғаннан бастап, біз Түркістан облысының бәрін мамандармен көтергізіп, арнайы қоршаумен қоршатып қойдық. Қауіпсіздік алдын алу бойынша. Енді мемлекет дүние бұл әшін келетті бұзып тастай алмайды. Арнайы Қазақстанда Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасы тарапынан арнайы бұздыру бойынша арнайы жұмыстар атқарып отыр Қазақстанда. Түркістан облысымен жұмыс жасап жатыр.
Келесі сауал, Бадамекі елді мекендегі ішкі көшелердің жол сапасы нашар. Кезінде Қапал Батыр көшесінде жол жөндеу жұмыстары жүргізілген кезде жолды жауып, барлық көліктер сол Бадам елді мекеніне қатынаған болатын. Енді сол жолды жөндеу жұмыстары қашан жүзеге асырылады дейді. Бадам екі нақты қай көшені айтпаған? Қапал Батыр көшесіндегі жол жөндеу жұмысы. Қапал Батырда жолдар дұрыс. Қаратөбеде де қазылып қойған жерді кәріз жүйесін су ресурстары маркетинг тарапынан қайта қалпына келтіру жұмыстарын жүргізді. Бірінші рет сапасы жүргізді, оны ашып мойындау керек. Кейін арнайы басшылармен бірге жүріп, зерделеп, мерген мекемені қайта қалпына келтірдік. Бадам екіні анықтайық, қай көше екенін. Ішінде қандай бір ямышне болып жұмыстар болатын болса, оны істейміз. Қазір мерген мекеме бар. Енді мына халық қатысатын бюджет аясындағы жоспарларға келсек, жалпы биыл 8 ашық спорт алаңшалары салынады деп айтып өттіңіз. Жалпы осы халық қатысатын бюджет аясында сквер, саябақтар салу жоспарларыңызда бар ма? Жаңа баяндамада айтып кеттім. Жалпы 42 жоба қазір. Слайдты болса қоссаңыздар. Жоқ, айта беріңіз. Айта берейін. Халық қатысатын бюджет жобасы аясында іске асуда, ол жаңа айтқанда тұрғындардың өтініштері, ұсыныс пікірлері, соны біз арғай талапқа сәйкес болатын болса, осы халық қатысатын бюджет жобасы аясында іске асырылады. Жаңа айтқанда бізде жалпы 42 жобаның қазір қаржысы қаралып отыр. Ол 47 үй мен 17 жеке секторға заман талаптарына сәйкес балалар алаңшасы, спорт алаңша дейміз. Одан кейін аяқ жол салу, тағы басқалар қаралған. Ағымдағы жылы мерген мекеме анықталған екен барып, біз арнайы осы жерге осы тұрғындардың өтініштеріне сәйкес тиісті жұмыстар атқарамыз. Одан кейін жаңа саябақ бойынша да айтып кеттім. 5 жерден Қазақстанда құрылысы бастау бойынша арнайы қаржысы қаралды. Одан бөлек бір демеушілер есебінен қазір атқарып жатыр. Сондай-ақ Еңбекші ауданында жауын-шашын кезінде 7 жерге су жиналады екен. Осы мәселе туралы тарқатып айтып берсеңіз, осы мәселенің шешімі қашан табылады? Жоспарларыңызда бар ма? Бар. Жалпы 57 мекен-жай болған бізде зерделеу нәтижесінде. Қазір кезең-кезеңге қойып, қазір орындары шешім тапты. Жаңа айтып жатқан 7 жер бар. Оларда мысалға Сайрам, жібек жолының қиылыстары, қатты нөсер жаңбыр кезде ирригациялық лотоктарға сыймай қалады. Онда қазір шешім табу бойынша транспорт басқармасы тарапынан лотоктарды кеңейтіп, қосымша тағы да арықтар салу бойынша қазір таңда жұмыстар атқарып жатыр. Одан бөлек те бізде Тайманұлы дейміз. Тайманұлыда да арнайы төменгі точка дейміз, төменгі нүкте. Ол жерге де су жиналады. Арнайы техниканың құрылыс, арнайыға біздің ас техника дейміз, сол техникалармен қойып, суды тартып отырамыз оны уақытымен. Бірақ жиналады. Осы жақта мәселелер кезең-кезең қойғамыз, сол кезеңге сәйкес ол жұмыстар атқарады. Енді мына Таза Қазақстан акциясының жылдың соңына дейін жалғасатыны белгілі. Енді осы бойынша қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? Тек қана осы сенбілікпен ғана шектеле ме? Қандай жоспарларыңыз бар? Таза Қазақстан акциясы бұл тек сенбілік емес, бұл халықты, өзіміздің жерімізді, отанымызды сүю мақсатында бұны арнайы акция ретінде шығарып отыр. Білесіздер, оны президенттің өзінің жобасы. Бұл жоба аясында Қазақстанда тұрғындардың арасында біз тек қана түсіндіруіміз, тұрғындардың бірлесі, өзінің қаласын ластамауға, өзінің қаласын көгалдандыру дейміз. Осы акция арқасында тұрғындарға бірлесіп жұмыстар атқарып отырмыз. Өздеріңіз білесіз, осы ең соңғы есеп бойынша 25 мыңнан аса тұрғындардың өздері атсалысып отыр. Әр елді мекенде. Өздерінің ауласын ластамауға. Біздің мақсат тастаған қоқысты дейміз ғой, өзінің тұрғыннан бірлесе алып, тастауға болмайтынын түсіндіру мақсатымыз сол. Соңғы сауал болсын, әріптестер, бізде регламент бар, келесі брифинг бар екен, естеріңізге саламыз. Ара Есенбек. Бізге жаңағы гүлзарлар демеушілердің есебінен салынады дедіңіз ғой. Мына Түркістанда үлкен спонсорлардың есебінен стадион салынды. Бірақ білесіз, бір жылдан кейін жағдай қалай болған, әлі күнге шейін ашыламай жатыр да. Қалада соңғы кезде сол демеушілердің арқасында бірнеше объект салынып жатыр да. Бірақ дейді анау орыстар айтады ғой, даренному коню зубы не смотрят. Сапа жағына келгенде ақсап қалып жатыр. Даже мынау өзіңіз білесіз ғой, ГЧП проектпен ашылған ойын алаңшаларында 2 жылдан кейін таппай қаласыз орнынан. Сондықтан да гүлзарлар осы демеушілердің арқасында салынатын, демеушілердің қаражатымен салынатын гүлзарлардың сапасын кім бақылайды? Жалпы мысалы үшін мемлекеттік қаржы болса, оған құзырлы органдар бар бақылайтын. Ал демеушілердің салынып жатқан гүлзарлардың сапасын, құрылыс сапасын кім бақылайды? Сол жағын бір бақылауға алсаңыздар деген өтініш. Бізде қазір мемлекеттік коммуналдық мекеме бар. Арнайы осы демеушілер болсын, басқа болсын, ертең күтіп ұстайтын, қарайды мекеме.
кім ясса да осының бірінші заман талаптарына сәйкес бәрін істеткізіп барып, одан бір қабылдап аламыз. Қабылдағаннан кейін де біз арғай күтіп ұстауды сол мекемеге жүктейміз. Ертең суы бар, светі бар, тазалығы бар күтіп ұстау бойынша да. Арнайы одан бөлікте бізде технадзорымыз бар. Біз енді меморандум тұрып, жоқ, біз арнайы меморандум арқылы, ешқандай мемлекеттен қаржы бөлінбейді, бірақ меморандум арқылы сол кісілерге өтініш жасаймыз. Арнайы келіп, қалай талаптарға сәйкес емес екен. Одан бөлікте біз өзімізде аудан әкімі ретінде, маман ретінде, мамандар сол істеп жатқан жерде күнделікті басындамыз. Қажет болдığımız қазір қалаяқтан бастап қаяқтан аяғына екен бүкіл видеосымен бәрі астынан не төселіп жатыр, не тұрба тастап жатыр, қай жерде кәрі жүйесі өткеніне дейін біздің өзінен бастап мамандар бәрі біледі. Енді елге істеген екенін бәрін абыроймен істеу үшін жұмыс атқарады. Рахмет Досбол Күздікбайұлы. Құрметті әріптестер, осымен бүгінгі баспасөз конференциясын тамамдаймыз. Естеріңізге сала кетейік, сағат 15:35-те Қаратау ауданы әкімдігінің баспасөз конференциясы болатынын хабарлаймыз. Назарларыңызға рахмет.